Нидерландыда ұлттық күресімізден командалық есепте Евразияның кубогы сарапқа салынады. Байрақты бәсеке басталмас бұрын жарысқа қатысатын командаларға арнап тәжірибелік семинар кеңесі ұйымдастырылды. Онда қазақ күресінің айла тәсілдері ағылшын тіліне аударылып, ұпай есептеу жүйесі түсіндірілді. Біріккен күрес әлемінің күнтізбелік кестесіне сай болатын ірі жарыста екі топқа бөлініп, Еуропа және Азия құрлығының мықты командалары өзара айналымдық жүйе бойынша сынға түседі. Еуропадан 4 құрама Германия, Голландия, Белоруссия және Грузия балуандары белдеседі. Азиядан Қазақ елі бастаған Өзбекстан мен Қырғызстан және Моңғолия құрамалары өзара шеберлік байқаспақ. Әр топтан жеңіске жеткен құрамалар Еуразия кубогын сарапқа салады. Жартылай финалда жеңілгендер 3-ші орын үшін белдеседі. Топ жарып жүлделеген командаларға қомақты ақшалай сыйлықтар беріледі. Еуразия кубогының өту барысын Біріккен күрес әлемінің Онур Шекшеш бастаған білікті мамандары арнайы қадағалап отырады. Ал қазақ делегациясын Нидерландыға бүкіл дүниежүзілік қазақ күрес федерациясының бірінші вице-президенті Серік Төкеев мырза бастап келді. Алдағы жылы Ислам Әбішев тізгінін ұстаған бүкіл дүниежүзілік қазақ күрес федерациясы биік белестерді бағындыра бермек. Кореяда өтетін дүниежүзілік ойындарына кіріп отырмыз. Сол дүниежүзілік ойында жаңағы біз 3 салмақ ұлдардан, 3 салмақ қыздардан 6 салмақ бойынша осы дүниежүзілік ойындарға кіріп отырмыз. Соған дайындық басталады енді келесі жыл.